жақпайтын мен де білген жоқпын. Сол кезде мен пенициллин, ампициллин, антибиотиктердің түрлері көп еді ғой, қайсысын салғанын білмейді. Маған жаңағы бір медсестра, жаңағы врач назначить етіп берген ғой. Соны маған салып жіберген, қайсысы екенін ол өзі де білмей қалған. Содан мен анафилактикалық шокқа түскенмін. Былайша айтқанда бір өліп тірілдім. Содан кейін мен шынымды айтсам, антибиотик деген нәрсені естісем, мен общем білмеймін, пәлен километр ары кетіп қалам. Короче, содай қысқасы мен общем жаным қалмайды. Қорқам өзім. Одан кейін Аллаға шүкір 3 қызым бар. Қазір ол 3 қызыма да ешқандай бұл жаңағы антибиотиктердің біреуін қабылдатқан емеспін. Олар білмейді қазір, антибиотиктің не екенін білмейді да, солай өсті. Сөйтіп жүрген жылдарымда мен хронический гайморитім бар еді. Сөйтіп 2012 жылы бізге осы алоэ вераның несін бір жаңағы кеп қалды өстіп ұсынып. Сөйттім да мен ең бірінші сұрағаным жаңағы антибиотик жоқ па бұның ішінде? Осын сұраған мен ең бірінші осы еш есімде шықпайды да. Жоқ, бұл наоборот, бұл керісінше күшті көмектеседі. Как раз сол кезде гайморитім қозғалып қысқы уақыт декабрьдің ішінде. Сосын ойбай, гайморитке маған осындай керек, мен ешқандай антибиотик іше алмаймын дедім. Сөйтіп ең бірінші маған жаңағы осы мен сумкамда жүріп постоянно активаторды берді. И менің ең жақсы көретін прополис, жаңағы антибиотик іше алмаймын ғой маған. Антибиотик іше алмайтын қайсысы бар деп қоямын. Мына прополис деген аранікі деп қояды да. Сөйтіп осыны алдым сол кезде. Фьорс деген жаңағы себетімді берді. Сөйтіп осыларды алып, мен гайморитімнен емделіп, соның арасында абсорбент бар жаңағы ішкенім. Содан кейін тағы сол кезде ең бірінші нені іштім? Сосын соктан сол кезде осы сары сокты іштім. И прополисті көбірек іштім. Себебі мен жаңағы айтып отырмын ғой, антибиотикті қабылдай алмаймын, мен оны уже жаман көремін, жаңағыдан кейін қорқып қалған, тем более жүрегім шайылып қалған, действительно да. Сөйтіп жүрген кезінде менің 3-ші қызымды дүниеге келтіргенмін осы алоэдан негізі. Сөйтіп мен қасымдағы партнерім алоэ вераның қызы ғой деп, Камила апай да, марқұм қазір қайтыс болып кетті ғой, сол кісі айтып жүретін постоянно, ол себебі біледі да мен содан көтергенімді 3-ші қызымды. Сөйтіп сол айтып жүретін. Мынау алоэдің қызы ғой, мынау алоэдің қызы ғой деп жүретін. Мен сол қызым қазір 7-ші сыныпта, Аллаға шүкір, 2 қыздан кейінгі қызым ғой енді. Мен айтайын дегенім, бұдан 2012 жылы мен бұның жақсылығын көріп жүргеннен кейін жоғалтып қойдым ғой бұны. Жоғалтып қойдым. Сөйтіп, қазір енді таза қолданып жүргенімізге 1 жыл болды. Мен тіркелгеніме 1 жыл болды. Соны таппай жүргенімде, одан бері қарай 10 жылдан асып қапты, таппай жүрген кезімде менің бір досымның статусынан көріп қалдым, ал маған бұл уже алоэ вераның өнімдері уже таныс. Мен кезінде бұның жақсылығын көрдім, мен одан кейін таппай қалдым ғой. Сөйтіп жүрген кезімде маған Зухра ханымның қазіргі спонсорымыз осының номерін берді. Бұл статусты қаяқтан алдыңыз, мынау қай жақта, бұл бізде бар ма, мен бұны іздеп жүрмін ғой деп, жаңағы танысыма мен хабарласқан едім, бұл кісінің номерін берді. Сөйтіп бұл кісіге хабарластым, сөйткенем осы жерде өзіміздің Сарыағашта офисі бар екен, мен оны білмейді едім. Есте салысымен оған жүгіріп келдім, как раз сол кезде қайтадан мен гайморитім қозғалып қалды. Себебі қозғалатын себебі мен арасында дәрігерге сол барған кезінде маған мен тестіріп қойды, мен білместен да, ол содан хронический болып кетті. Грипп болса қайталай береді да. Сол кезде жаңағы менің былтырғы жылы гайморитім қозғалып қиналып жүрген кезім, сөйтіп жүріп естіп, сонымен Зухра ханымға келдім. Келе салысы мен жаңағы мынау бар ма деп атсам, Зухра әпке маған бүйтіп қарап жаңағы, сөйтіп қалғаны бар. Біледі екен ғой бұл өнімдерді дегендей қылып. Мен айттым, Зухра әпке, мен бұл өнімдерді осыдан алдым, пайдаланғам, мен жоғалтып қойған едім, сіздің номеріңізді алдым да жүгіріп келдім дедім. Сол Аллаға шүкір, енді содан бері қарай 1 жыл болды ғой, 1 жыл болады осы декабрьде, декабрьде уже 20-ларынан 1 жыл болады тіркелгенімізге. Содан қайтып тіркеліп, осы өнімдерді қазіргі сіздердің айтқан почти что бәрін пайдаланамыз, 100% пайдалануға әрекет жасап жатырмыз. Одан кейін мен өзім жаңағы өзімнің ағам, бауырым, соның үйіндегі мына жеңгем болады. Сол өтін алдырып, былтырғы жылым еді, өтін алдырып, қатты қиналып жүрген тұғын.
Содан мен өзім енді мынаның жақсылығын алдын көргем, одан кейін жаңағы 10 жылдан кейін тауып алғаным бар. Мен енді ең бірінші өзімнің туған ағама, бауырыма айттым. Қазір енді сол бауырым, Аллаға шүкір, кезінде өтін алды, қандай жағдайы қиын болып жатқан, қазір енді өзі алойда айтып, өзі қандай жақсы болып, осының жақсылығын көріп, Аллаға шүкір деп жатырмыз. Соны айтқым келді сіздерге.